Жадыра, егер сен Израильға барғанда қолын байқаусыздан біреудің мұрнына тиіп кетсе, сен жазаланасың. Ал Үндістанда тіпті сиырларды ары кет шу деп қуалауға болмайды. Неге? Өйткені олардың заңдарында солай жазылған. Тіпті кейбір мемлекеттердің заңдарын оқи отырып, өз еліміздің заңдарына риза болып қалдым. Я, рас айтасың. Әлемде біздің елге жететін жұмақ жоқ шығар деп ойлаймын. Қызық іздеп шетелге кетіп қалған қазақ жастарын түк түсінбеймін. Я, әлемде өз елімізден, өз жерімізден артық жер жоқ. Сондықтан қолда бар алтынымызды сақтау керекпіз. Жарайсың, Жадыра. Олай болса, отанға деген ыстық сезіммен бүгінгі жарайсыңды бастап кетейік. Армысың, бармысың ардағайын, жарайсыңды бастайық. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз Жанна Орынбасарованы жайбасар әнші дейтіндер қателеседі екен. Кастингтерге барғанмын. Бірақ менің бет әлпетім келмейді қазақ рөлдерге деп маған мені алмай қойды. Еңбек әншінің жаңа бейнебаяны. Менің ойымша бұл сөздер, әндегі сөздер көпшілік халықтың өмірінде болған нәрсе. Тұсаукесер. Сен ғана жалғанда бастайтын мені таңдарға. Жадыра, мынаны қара. Не деген махаббат десеңші, үндістандық 107 жастағы Карам есімді ата мен 100 жасқа толған Катари Чанд есімді кейуана 87 жыл бірге некеде тұрғандықтан әлемдегі ең адал жұп ретінде Гиннестер рекордтар кітабына еніпті. Мәссаған, қандай бақытты жандар, я? Олардың немерелерін, шөберелерін, шөпшектерін қосқан кезде бір ауылды құрайтын сияқты. Мен де осындай жағымды жаңалығымен Гиннестер рекордтар кітабына енгім келеді. Бәрі мүмкін, ендеше әлемде тағы да қандай рекордтық көрсеткіште орнап жатқан бірге ғаламтордан көрейік. Румыниялық Джулиана Строе әлем көрермендерін таңғалдыруын тоқтатпады. 2004 жыл туылған ол 2 жасынан гимнастикамен айналысқан. 5 жасында Гиннес рекордтар кітабына енген. Одан кейінде түрлі гимнастика түрін жасап, бірнеше мәрте әлемді мойындатқан. Әкесі Юлиан Строе де кезінде спортшы гимнаст болған. Дайындық залына барғанда баласын жанынан қалдырмай ертіп жүріп, спортқа деген қызығушылығын оятқан екен. Әдетте бала түгілі 30-дағы жігіт жасай алмайтынына көріністе Джулиана 2 минутта 30 рет тартылады. Кішкентай баланың балалығын ұрладың деп сынайтқан көпшілікке әкесі баласының әліне қарайтындығын және Джулиана өзге балалар секілденісімен ойын ойнап мультфильм көретіндігін жеткізген. Қалай болғанда да Джулиана әлемнің сүйікті бүлдіршініне айналды және басқа емес, спорттың нағыз насихаттаушысы аталды. Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, әнші, сазгер. Ендеше қарсы алыңыздар біздің бүгінгі студиямыздың қонағы Жанна Орынбасарова. Саламатсыздар. Енді бірінші сұрағымыз осындай болады. Енді 90-шы жылдардың басында сахнаға жарқ етіп шықтыңыз, содан кейін көрінбей қалдыңыз. Не себептен, осы жайлы бізге айтып өтсеңіз? 98 жылдан бастап сахнаға шықтым, жас қанат конкурсынан. Содан кейін көптеген проекттерде көрініп жүрдім. Хабардың, өздерің білесіңдер, Қазақстанның, еларнаның өздеріңіздің. Одан кейін клиптерім де шықты. Ең бірінші клиптің соның мой, одан кейін жүрегімде махаббат, өздеріңіз білесіңдер. Одан кейін концертім де болды, альбомым да шықты, 2 альбом одан бері шығып қалды. Соңғы альбомым Арман-ай деп айтылады, өздеріңіз білесіңдер, 11 жылдың соңында шыққан. Сондықтан білмеймін, өзіңіз мүмкін байқамай, көрмей, қарамай жүрген шығарсыздар, бірақ та өзімді өзім бір жаққа жоқ болып кеткен, за границаға кетіп қалғандай сезінген жоқпын ешқандай. Жоқ, бұл енді жалпы біздің көрермендердің пікірі. Әрқашанда жұмысым осы ән айту, ән жазу. Сіз Шымкенттегі өнер институтында оқып жүрген кезде бимен айналыпсыз. Иә. Биден кейін сахнаға қалай келдіңіз? Жоқ, негізі расында кішкентай кезімнен бимен ән, гитара қолымдағы, ол 2-ші класстан бері менің өзімнің бірге жүрген
қатарласып жүрген өнерлер болған. Маған өте ұнайтын. Кішкентай кезімде мен актриса боламын деген ойым болған. Сол кезде. Бірақ дегенмен сол институт культуры дейді ғой, қазір мәдениет институты. Қазір университет, по-моему, даже. Сол институт жаңғыз институт болғандықтан Қазақстандағы үлкен жоғары дәрежелік білім беретін. Сондықтан сол Шымкентке 87 жылы жол түсіп, соған түскенмін. Сол кезде КПР деген культ просвет работа, КПР және хореография деген факультетінде оққанмын. Ал неге би өнерін ары қарай жалғастырмадыңыз? Бірінші курсқа түскеннен кейін өзіңіз білесіз ғой, талантты адамдар, өзі творчестволық адамдар, олар бір жай нәрсемен айналаса, тек қана айналаса бермейді. Өйткені талабым өте өзім үлкен болғандықтан, әнді айту білетін болғандықтан, өйткені мектеп кезінде де көптеген ансамбльдерде қатысқанмын. Сондықтан әрине мені көріп, естіп, музыканттар мені шақырған өзінің оркестрлеріне. Сол кезде Шымкентте ДК Фосфорников деген болған. Қазірде бар, бірақ та ондай қатты бұрынғыдай жұмыс жасамайды. Сол ДК Фосфорниктің ішінде джаз бенд болған, большой биг бенд атылған. Ол кезде өте жақсы музыканттар жұмыс жасаған сол жерде. Солар мені байқап, көріп, енді жүргенде бос жүрмейсің, ана жақта өлең айтып жүресің, мына жақта өлең айтып жүресің. Өздеріңіз білетіндей, бидің өзі би ғой, әннің айтуын ол ерекше көретін әрқашанда. Сондықтан мен шақырғандықтан сол оркестрмен жұмыс жасап өлең айта бастадым. Одан кейін әрине де студент болғасын жағдайда оқудан тыс уақыт кезде ана концертке барасың, мына концертке барасың. Сол сөйтіп өзіммен өзім байқамай әнші болып кеттім. Байқамай өкінбейсіз бе? Жоқ, ешқандай өкінбеймін. Өйткені бүгінгі осы қазіргі өмірімде ән деген мен үшін ең бірінші орында тұр. Өйткені мен институт бітіргелі хореограф болып бірде жұмыс жасамаппын ғой. Мен сол бітіргенім бар, билегенім бар кезінде. Бірақ сол 20 жылдан бері мен хореографиямен тек сахнада андай-мындай бір-екі композициялар әнге қосылып көрсеткенім болмаса, былай көптен қолданбаппын. Жалпы өнер жолыңыз қалай басталды? Сізге қол үшін кім берді? Әрине, басталған нәрсенің барлығы әр адамда әртүрлі болады. Менің бастауым өте қиындау болды енді. Әрине, мен өзімді ойламаппын, андай әнші боламау, мындай әнші боламау деп. Ол кезде де әнді жазған тәжірибем болған жоқ ол кезде. Сөйтіп 98 жылы бір такси ұстап, бір өмір сүрінде қиын болған жағдай сол кезде. Күйеуім қайтыс болған, қолымда бір сәби балам бар. Кішкентай ол кезде 2 жаста. Сөйтіп бір қиын, Алматыға келгенде бір тұратында жер жоқ, квартираны снимать етіп жүрген кездер, сол кезде бір сондай көңілім көбінше көтеріңкіленбей сөйтіп келатқанда такси ұстап, радиодан естіп қалдым. Осындай жасқанатқа қатысушыларды жинап жатырмыз. Осындай телефондарға шалыңыздар, демо материалдарыңызды алып келіңіздер деген неше түрлі. Соны кетқанда мен үшін бір сондай бір знак сияқты болды да, бір сондай ойбай, осы ғой менің маған жіберіп отқан, Құдайдың маған бір осы жіберіп отқан мүмкіншілігі шығар деп, мен сол телефон жазып алып, сол жерде үйге келгесін телефонмен сұрастырып барлығын, қандай шара керек, қандай не жасау керек, қандай минусовка керек, қандай өлең керек деп бүкіл барлық шарттарын біліп алдым. Содан кейін сөйтіп жайлап 98 жылы Азия дауысына офисіне барып, Пономаревпен, Ерғалиевпен танысып, сол кезде сол кісілер маған ары қарай не жасау керек екенін өздері айтты да, сөйтіп менің сол осы әншілік өмірім басталып кетті. Сол 98 жылдар өмірім сондай онша емес болып жүрген кездерде мен ең бірінші әнім жаздым, Бала тілегі деген. Мүмкін осындай адам, творчестволық адам, таланты бар адам, осындай қиыншылықтан өтпей, мүмкін ол түсінбес, мүмкін оған ол шабыт келмес де болар еді деп ойлаймын. Сондықтан мүмкін осы өмірімде болған кезінде, Құдайға шүкір болып кеткен нәрселер, қиындықтардың бәрі сол осыған келтірген шығар деп ойлаймын, бүгінгі қазіргі жағдайыма. Жақсы, әңгімеміздің қызықты тұсын осы жерден үзе тұрып, кезекті бейнесюжетке берейік. Бірге тамашалайық.
Қиял адам ақыл ойынан да тысқары әлемге қас пен көздің арасында апарып қайтатын ғаламат күш-қуат екені мәлім. Әсіресе суретші қиял осындай. Ой елегінен өткізген қиялдағы идеясын түрлі заманауи әдіс арқылы қылғаламмен өріптіп, жандандырып жібереді. Алғашқы кезек мультиэкспозиция эффектісін пайдалану арқылы жасалатын туындыларда әдетте картиналар арқылы көзқарақты көрерменнің басын айналдырып, жанарын бұлдыратып жіберу әсерінің пайда болуын мақсат тұтқан өнерпаздар әр адам заман алдында өз кескін келбетін жасауға міндетті екенін аңғарса екен деген ойға жетелейді. Ендігі кезекте гиперреализм жанрында салынған суреттер. Гиперреализм ағылшын тілінен аударғанда фотореализм дегенді білдіреді. Демек ол бейнеленген заттың сырт көз аңғара бермейтін тұстарын сол қалпында суреттелуіне немесе адамның бір тал шашынан бастап әрбір қырына дейін айна қатесіз сомдалуын талап ететін өнер түрі. Десек те басты мақсаты нақты затты дәл айнытпай келтіру емес, одан кішкене болса да шынайылықтың иісін шығару. Гиперреализм жанрымен салынған суреттен жай фотосуретті ажырату қиынға соғады. Бұл жанрды өнер әлеміне 1973 жылы Иса Брахат енгізді. Бастапқыда көпшілік тарапынан түсінбеушілік тудырған жанр шамамен 30 жылдай уақыт араға салып өнер жолындағы үлкен даңғыл жолға түсіп үлгерді. Мінеки, құрметті көрермен, барша әлемді тамсандырған, пәктік пен кәусар бұлақтай таза сезімнің шынайы көрінісіне айнала білген қыл қалам туындылармен азғантай болса да таныс болдыңыздар. Жана ханым, көпшілік жиналған жерде сіздің қай әніңізді көбірек сұрайды? Көбіне, егерде ол орыс тілі жағы көрермендер болса, мысалы, тыңдаушыларым болса, олар менің ең бірінші әнім орыс тіліндегі «Сон мой» деген әнді сұрайды. Егерде ол жастар болып атса, олар бұрынғы 2000 жылдар жастар болып отса, олар махаббат әнін сұрайды. Махаббат асыл жандай деген. Көптеген қазіргі соңғы әріптестерім болып өткен жастармен сөйлескенде олар айтатыны, сіздің әніңізді естіп, біздер сол әнмен үйренгенбіз деп. Мен олар түсінем, өткен ол сол кездегі мүмкін ең сондай джаз-рок стилінде, сондай қазіргі сол кездегі ырғақпен современный болып жазылған Ренат Кайсиннің несімен, аранжировкасымен жазылған жүрегімде деген ән болатын. Сол жүрегімде әніне клип түсіргенмін, ол менің екінші клипім болатын сол кезде. Көптеген адамдар сол клипті көріп, қыста мысалы көрсетсе, жаздар маңдайтын едік, арабский эмиратыға кетіп қалғымды келетін еді. Жасырын болмаса сол бейнебаян қай жерде түсірілді? Негізі қазір айтуға болады ғой, әрине. Енді ол кезде кішкене жасырынып, кішкене мындай не жасадық. Қазір енді айтсақ, әрине ол клипті біздің Қапшағайда түсіргенбіз. Тимур Ашрапов деген режиссеріміз болатын, бұрын білесіз өздеріңіз. Өте жақсы. Сол кісі екеуміз командамызды жинап, сол яхтыны алып, арендаға. Сол клипті сол жерде түскенбіз. Бірақ менің қойған шартым Тимурға не болғанның өзінде де тек қана суды көрсет, жағалауды көрсетпе. Ешкім түсінбей қойсын қайда түсіргенін деп, сондай шарт қойған ең біріншіден. Сол өзінің қойған мақсатына Турция деп ойлап қалсын деп. Бәрі ойлағандары Турция ма, әлде қайда түсірдіңіз, Араб Эмиратта түсірдіңіз ба, қайда түсірдіңіз, Малайзия түсірдіңіз ба деген сұрақтар көп болды. Олай болса бізде қазір жарнамадан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.